Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауымымызбен бірге Азамат және бүгін біз өткенде болған барлық басты ақпараттар жайында сөз қозғайтын боламыз. Кеше ғана өткен Азат Мақсумның жекпе-жегі, Асу Алмабаевтың UFC-дегі екінші жекпе-жегіне дайындалуы, Шавкат Рахмонов, Колби Ковингтон арасындағы жекпе-жек, кәсіпқой бокстағы тағы да бір қазақ чемпионы, және де UFC-ге қосылған тағы да бір қазақ Бекзат Алмахан. Осы және тағы да басқа қызыққа толы ақпараттар жайлы осы видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал бастамас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де UFC-ді тегін тікелей эфирде қарау үшін біздің Азамат ТВ телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз әлемдік және де жергілікті ММА мен бокс туралы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен кеше ғана өткен UFC Fight Night турнирінде батырымыз Азат Мақсумның жекпе-жегіне тоқталып кетейік. Лас-Вегас қаласындағы UFC Apex аренасында өткен турнирде Азат Мақсум өзінің UFC-дегі екінші жекпе-жегін өткізіп, Чарльз Джонсонға қарсы шыққан еді. Жекпе-жек басталмас бұрын қазақ ММА-сындағы көптеген жауынгерлер өз ойымен бөліскен болатын. Әлбедрістің айтуы бойынша Джонсонның Жакоға қарсы жекпе-жегін көрдім. Қашып жүріп төбелесетін жойқын соққысы жоқ. Азат өз стиліне күреске салса ұтады деп ойлаймын. Және Азаттың ниеті мерзімнен бұрын жеңу. Чарльзды ешкім олай жеңбеген. Азат сол мақсатына жетіп жеңгенін тілеймін деген болатын. Ал енді жекпе-жекке көшсек. Алғашқы раунд басталысымен Азат дәл соққы сериясымен қарсыласын нокдаунға түсірді. Кейін партерде қылғындыру әдісіне шығып, жекпе-жекті аяқтағысы келген. Кейін раунд соңында біраз жойқын соққыларды дәл тигізіп, раундты өз қоржынына қосты. Екінші раундта жекпе-жек жақын өтті. Төрешілер кез келген жаққа беріп жіберуі мүмкін еді. Ал үшінші раундта Джонсон толығымен ашылып, темпті көтеріп, өз қоржынына қосты. Солай төрешілердің шешімімен өкінішке орай Азат Мақсум тартысты жекпе-жекте Чарльз Джонсонға төрешілердің шешімімен есе жіберді. Бұл жекпе-жек жайлы не ойлайсыздар? Біздің ойымызша бұл жерде Азат Мақсум психология және мораль жағынан есе жіберді. Көбісі Америкаға барып дайындалу керек деп сын айтуда. Алайда, егер сен өзіңе сасқалақтап, өзіңе сенімді болмасаң, Америка түгіл Марсқа барып инопланетянермен дайындалсаң да дым өзгермейді. Дегенмен жекпе-жекке келсе қозғалысында біраз бірақ байқадық. Қобалжып қандай да бір заттан қорқып шыққан секілді. Азаттың байқаған қателіктердің бірі қарсыласы менсінбеген сияқты. Бар күшін алғашқы шабуылдарға салып жіберіп өшіп қалды. Әсіресе қылғындырамын деп көп күш және уақыт жоғалтты. Жақсы позицияға ие болудың орнына жекпе-жекті аяқтаймын деді. Бірінші раундта алғашқы шабуылдардың арқасында алды. Ал екінші раундтың ортасынан бастап тізгінді Чарльз өз қолына алғаны бірден байқалды. Тіпті тейкдаун жасаймын деп ұстасқан кезде де әлі жетпей жатты Азаттың. Бірақ елдің намысы, ұят, абырой деп сандырақтамаңдар. Бұндай сөздерді мемлекеттен ақша алып жүрген спортшыларға айтасыңдар. Өз күнін өздері көріп жүрген кәсіби спортшыларға шаруаларың болмасын. Дегенмен Азат бауырымызға бұл жекпе-жектен соң мұңаймай өзінің қателіктерімен жұмыс жасап, бұдан да мықты болып қайта оралуын тілейміз. Асу Алмабаев өзінің кезекті жекпе-жегіне қарқынды дайындалуда. Әдет бойынша бір айлық оқу-жаттығуымызға келдік. Аман-есен жарақатсыз жекпе-жекке жетуімізді бұйырсын. Жекпе-жегіме 100%-ға дайын болып, керемет жеңіске жетемін деген болатын. Асу дәл қазір Майами қаласындағы Килклиф залында дайындалып жатыр. Сол залдың бапкерлері Саид Сапаров пен Генри Хуфт Асудың бұрышында болып, қолынан келгеннің барын жасап көмектеседі деген ойдамыз. Еске сала кетейік, Асу Алмабаев осы Майами қаласында өтетін UFC 299 турнирінде CJ Вергараға қарсы жекпе-жек өткізеді. Егер осы жолда әдемі жеңіске жетсе, келесі қарсыласы топ 15-тен болады. Немесе де Асудың өзі топ 15-ке кіріп, жылдың соңына дейін рейтингте топ 5-ке дейін жетуі әбден мүмкін. Багдос Олжабай ACA лигасындағы алғашқы жекпе-жегінде 9 ақпан күні Мәскеу қаласында өтетін ACA 170 турнирінде Бразилия жауынгері Луис Лаурентиномен кездеседі. Луистің бұған дейінгі қарсыласы Давлатман Чупонов жарақат алуына байланысты. Багдос бұл жекпе-жекке қысқа мерзімде шығуда. Лаурентино 42 жекпе-жекте 11 мәрте нокаутпен және 20 рет сабмишнмен жеңіске жеткен. Багдосқа бұл жекпе-жекте жеңіске жетуін тілейміз. Ал сіздер осы шайқас туралы ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Шетелдік кейбір инсайдерлердің мәліметі бойынша Шавкат Рахмонов Колби Ковингтонға қарсы жекпе-жек өткізеді. Бұл шайқас маусым айында өтетін Сауд Арабиясындағы турнирде өтуі мүмкін. Осы жекпе-жек жайлы бірден біраз сарапшылар мен жауынгерлер өз ойларымен бөліскен болатын. Колбиге бірнеше мүмкіндік берілді. Титулға тағы да бір мүмкіндік алады деп ойламаймын. Егер Шавкат Рахмоновты жеңсе ше, мен бұл үшін титулдық мүмкіндік беремін деп айтпаймын. Бірақ талқылауға болады. Ол титул үшін жарысқа қайтып оралу үшін тым көп зат жасау керек. Еркек болғың келсе, еркекше төбелесіп Шавкатты дұрысына жеңу керек. Алайда Колби Шавкатты жеңе алады ма? Мен бұған қатты күмәнданамын. Дегенмен Шавкат Колбиді ұрып қана қоймай, октагон ішінде өлтіріп сабайды, деп Майкл Биспинг өз YouTube арнасында айтқан.
Ал Шавкаттың бұрынғы қарсыласы жартылай орта салмақтың рейтингінде 8-ші орында тұрған Джефф Нил былай деді: "Жақында Шавкат Колбимен төбелесуі мүмкін деген жазбаны көрдім. Олар мұны жасай алады ма? Білмеймін. Бірақ менің ойымша Ковингтің жаңа жұлдызбен жекпе-жек өткізуі керек. Егер Колби келіспесе, оны UFC-ден қуу керек. Ол дивизионның жоғарғы бөлігін тежеп отыр. Егер Шавкат белбеуді алса, онда ол екеуміз титул үшін реванш өткізе аламыз" деген болатын. Бұл туралы не ойлайсыздар? Ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. 61 келі салмақта жекпе-жек өткізетін Бекзат Алмахан кезекті UFC жауынгері атанды. Жеңілдеу салмақ дәрежесінің чемпионы Шон О'Мейли. Ал осы салмақта бұған дейін Сергей Морозов жекпе-жек өткізіп 5 шайқастың 3-еуінде жеңіске жетті. Айтпақшы, біраз жыл бұрын Бекзат Алмахан Сергей Морозовты ұлттық жекпе-жек өнері бойынша жеңген болатын. 26 жастағы Бекзаттың рекорды 17-1 және де 9 жеңіс сериясында келе жатыр. Бекзаттың қолдары мен аяқтарында тоннаға жуық ауыр күш бар. Соның арқасында 17 жеңістің 14-ін уақытынан бұрын нокауттар мен сабмишнмен жеңді. 17 жасында Алматыға көшіп аралас жекпе-жек өнерімен айналыса бастады. Бекзат Дәнеш Дүнгебаев ағайдың шәкірті. Және де Дәнеш ағайдың тағы да бір түлегі Азат Мақсұм кеше ғана UFC-дегі екінші жекпе-жегін өткізді. Әлемдік ММА сарапшылары Бекзат Алмаханның шеберлігін жоғары бағалауда. Сондықтан әдемі төбелес тәсілін көрсететін жауынгерімізді UFC-де көретін боламыз. Кезінде 10 жыл бұрын қазақ балдары UFC-ге қосылса екен деп қиялдайтынмын. Ал енді міне, Шавкат чемпиондыққа жақын. Ал талантты және мықты жауынгерлеріміз UFC-де отарлап жатыр. Қазақстан ММА-сының айқын жұлдызы болған Арман Ашимов жекпе-жекке қайта оралуда. 26 наурыз күні Жапонияның Кобе қаласындағы Ryzen 46 турнирінде Юсаку Накамураға қарсы жекпе-жек өткізеді. Жапон жауынгері Юсаку танымал Дип лигасының бұрынғы чемпионы. 37 жастағы Накамура Ryzen лигасында 7 жекпе-жек өткізіп, Беллаторда бір мәрте жұдырықтасқан. Арманның жекпе-жегін сағындыңдар ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Соңында боксшымыз Сұлтан Заурбек 1 наурыз Англияда өтетін бокс кешінде WBO Global және де WBA Gold белбеулері үшін англиялық Алекс Делмаганимен кездеседі. Алекс Делмагани 2019 жылы IBO чемпиондық белбеуі үшін жекпе-жек өткізген. Сұлтан WBA Gold белбеуін жеңіп алса, WBA әлем чемпионы Ламонт Роунчқа қарсылас атанады. Сұлтан Заурбек 16 жекпе-жектің барлығында жеңіске жетіп, 12-сін нокаутпен аяқтаған. Сондықтан боксшымызға сәттілік тілейміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. және де біздің Азамат ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.